Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін жеке кәсіпкерлердің 910 декларациясын тапсыру барысындамын. Қараңыздар, лицевой счетқа осылай сіздердің төленген салықтарыңыз түскеннен кейін оборот болған жағдайда дәл осындай төлемдер болу керек. Яғни 6 мыңнан ең минимальный зарплата 60 мың болды ғой 2022 жылы. Соңғы 6 айға 6 мыңнан 36 мың теңге, одан кейін социальный отчислениясы бар 2100-ден 6 айға 12 мың 700 теңге и социальное медицинское, именно взносы на медицинское страхование бар 4200 теңгеден 25200 теңге 6 айға. Лицевой счетқа осы суммалар түскеннен кейін уже өзіміздің отчетымызды тапсыра берсек болады налоговыйға 910 декларацияны. Егер бір айда сіздерде оборот болып, не болмаса оборот болмай, жаңағы төлемдеріңіз түспесе, онда төлемдеріңізді барлығын налогтар төлеп барып,